Сәлеметсіз қаншайымдары, бүгін сіздермен өте оңай дәмді алмамен пирог жасайтын боламыз. Алдымен ұнға сары майды салып крошка жасап аламыз. Сосын оған разрыхлитель, қант салып араластырып, бір жұмыртқа салып қамыр илейміз. Қамырды 1/3 бөлігін пакетке салып морозилкаға саламыз, ал қалған бөлігін бөлме температурасында жарты сағат қалдырамыз, беті жабық болсын. Сосын формамызға, менде 20 диаметрлі форма. Қамырдың үлкен бөлігін формамызға жайғастырып аламыз. Ал начинкасына 2 үлкен алмаға қант, ванильный сахар болса жарты шай қасық, егер ванилин болса қасықтың ұшында ғана салып араластырып саламыз. Морозилкадан алған қамырымызды үкіштен өткізіп, осылай бетіне сеуіп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 45 минут шамасында пісіреміз. Әбден суыған соң ғана кесуге болады. Әсемдік үшін сахарный пудра қолдандым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.